Dostlar, қайырлы кеш. Қалайсыздар? Егер қызық болатын болса, Түркиядағы де-фактоның бағасын көрсеткім келеді сіздерге. Мынау так. Кіретін жақ әйелдер бөлімі дейді. Әдемі, жарасып тұр. Сосын жоғарғы этаж балалардікі, ең үстіңгі этаж ерлердікі. Қазір бағаларды көретін боламыз, салыстырасыздар сөйтіп Қазақстанмен. Мынандай. Қазір әйелдер бөлімінен бірнеше киімді көрсетіп шығайын. Мысалы мына джинсовкалар 199 TL дейді, 199 лира. Өзіміз білетін де-факто. Жалпы де-фактоның киімдері Түркиядан шығады. Оны білесіздер өздеріңіз. Мына жер тишерт дейді, футболкалар 60 лирадан басталады. Неше түрлі, әртүрлі размерлер, әртүрлі. Неке көйлектер. Бағасы. Мына көйлектікі 199 дейді, 200 лира. Егер картамен төлесе, менше 222 лира. Мына бір жаздық көйлек ақ. 229-99 дейді. Егер картамен болса 255 лира. Дәл қазір 1 лира 28-де 7. 29 теңге. Домалақтап айтқанда. Тағы нені көрсетсем болады. Жұлдыз, көйлектердің бағасын айтшы. Мына көйлек қанша екен? 120 лира екен. 120 лира. Егеменге әдемі. Жеңіл. Тағы мына бір джинсовка көйлек. Бағасын? 140 лира. 140 лира. Әдемі. Әйелдер жақты мен онша көрсете алмаймын. Мына бір футболка 80 лира дейді. Бұқаның суретімен. Жұлдыз әдемі көйлектер қарап жүр. Бұл қанша дейді? Жаздық көйлек бәрі. 150 лира. 150 лира. Материал қандай екен? Скидкамен 130 лира болып жатыр екен. Скидка? Материал әдемі, летний, штатный. Жиғой, енді. Так, мына бір көйлектің бағасын көрсетейік сіздерге. 250 лира. 250. Қызыл. Мынандай шортилар бар. Қысқа. Неше түрлі шорти. Мынандай да шортилар бар, жаздық. Бағасы 100 лира дейді. 3000 теңге. Жоғары этажды көрсетейік. Қысқа көрсетіп өткім келіп бағаларды жалпы. Мынандай әдемі жаздық киімдер. Қанша дейді? Наличный
60 лира. Картамен төлесеңіз 66 лира екен. Қазір мынау хит болып отқан шлепкалар 89 дейді. Крокстар 100 лира. Балалардың әдемі киімдер бар екен балаларға. Қыздардың футболкалары кішкентай. Так, бағасы қайда бұның? Бағалары. Неке мына біреу. Асты үсті бірге екен, 100 лира. Бар жоғы 100 лира. Футболка мен асты. Мына біреу тоже асты үсті. Екеулік. Pack of 2 дейді. 130 лира. Принцессаның киімі. Бағаларын көрсетіп өткім келді. 100 лира. Осында бағалар кете береді әртүрлі болып. Қысқа көрсетіп өтейін. Мынандай көйлектер. Так, жеңілдікпен 100 лира дейді. Негізі бұрынғы бағасы 130 болған екен. Түрлі түсті. Ашық түсті киімдер, кроссовкалар кішкентай. Қыздардың 199 картамен 179-180 налға. Примерно бағалар осындай балалардың. Так, мына біреулер 79 дейді. Неке 5-6 жас 100% памук дейді, яғни мақта. Бағасы қайда бұның? Бағасы 60 лира. 60 лира дегеніңіз 1800-1700 теңгенің жобасы. Олдар жақ. Таңдау деген жетеді. Неше түрлі, неше түс. Неке. Олдарда мынау асты үсті. Баға асты үстімен 150 лира. Тағы нелерді көрсетсек болады. Ұлдардың крокстар 100 лира. 100 90 дейді. 100 дейді. Кепкалар 80. Спайдермен 100 дейді. Марвел. Хит 130 дейді. Достар, осылай кете берді бағалар. Қазақстанмен шамалас сияқты, менің ойымша. Дәл қазір бірақ Қазақстанда қандай баға білмеймін енді. Мұнда 80 лира дейді футболка, әдем материалда. Балалардың бөлімін бітсек, ерлердің қатарына өтек, өзіміздің үлкендердің. Неке 200 лира дейді. 200 лираға мына көйлек 200 лира. Қымбаттау екен. Так, шетіне ең көп шығайық енді асықпай. 170 лира футболкаларымда. 150 лира дейді.
129 дейді. Мына біреу әдемі екен. Қара. 130 дейді. Джинсовка. Классический джинсовкалар 150-ден басталады бағалар. Көйлектер летний, жаздық. Жаздық шалбарлармен бірге. Көйлектің бағасын көрсетейін қазір. 200 дейді. О, материал таза мақта әдемі. 200 дейді. Енді үлкендер жақтық түсінікті ғой. Баға кішкене қымбатырақ. 130 дейді. «200» дейді. Жеңілдікпен бұрынғы бағасы 230. О, шортилар кепті ғой әдемі. Алдымда шорти таппадым. 150. Ақ шорти жеңілдікпен 170 дейді. Бұрынғы бағасы 200. Материалы салқын болып тұрады. Футболкалар 100. Футболкалар бірыңғай баға екен. 100 дейді. Бәрінде бір баға. Мына бір ақ футболка 130 дейді. Мінекей көрінісі. Мұндағы футболкалар 79-да 99, 80 лирадан басталады. 130, 150 кете береді. Шортилар 100 лиралық шортилар екен мыналар. Так. Суға түсетін. Бағасы қанша дейді мынау? 130. 100. Әр майка 79-80 дейді. Әдемі екен. Джинсовкалар. О, 250. Қалың сияқты ма? Жоқ, қалың емес. 250. Джинсовкалар 250. Бір көйлек. 200 дейді. Токио. Оверсайз деген емес пе? Иә, Жапан. 130-дан әдемі екен. Трендиолда да тұрады осы киімдер. Әртүрлі бағада. Мыналар мысалы Трендиолда қанша? Шамамен 100-дің жобасында. Кепкалар бар екен. Тайгер. Футболкалар 80 лирадан басталады. Неше түрлі футболка. Қанша екен мына бір футболка? 100 дейді. Көрініс әдемі екен. Неке, бағалар осындай шамамен. Классический шортилар үстінде көйлегімен.
130, көйлегі 170, 149, 170, 150. Бағасын жылға кеткен ба не? 170. Бұл бітті. Бағалар осындай, достар, көрдіңіздер. Тез көрсетіп шығуға тырыстым. Соның өзінде біраз уақыт өтіп кетті. Қызығатындар болса, Қазақстанмен салыстырып көруге болады. Қатты бір айырмашылық жоқ деп ойлаймын. Не дегенмен, бір де-факто бір бренд қой. Сол, сәттілік. Аман болыңыздар. Лайк басып, тіркеліп, бөлісіп жүруді ұмытпаңыздар.